Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен қызылшадан өте дәмді әрі пайдалы салат жасайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте витаминдерге бай салат. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Қызылшамызды суға пісіріп аламыз. Және де алмаларымызды жуып, сыртын қабығын аршып аламыз. Алмада адам организміне қажетті көптеген витаминдер бар. Алмада А дәрумені, С дәрумені, В1 дәрумені, В2 дәрумені кездеседі. Яғни бұл А дәрумені адам ағзасының өсуіне, дамуына әсер етіп, әртүрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені бұл шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспеген жағдайда тері құрғап, жарылады. В1 дәрумені бұл организмде дұрыс зат алмасу үшін аса қажет. Бұл жетіспеген жағдайда адам өзін шаршаңқы сезініп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағзаға В1 дәрумениге зәрул болған жағдайда жүйке жүйесінің ауруларына шалдығуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, алманың пайдасы өте көп. Енді қызылшамызды алманы турағандай етіп, видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Қызылшаның да адам ағзасына тигізер пайдасы өте көп. Қызылша бұл қан қысымын төмендетеді. Сондықтан ол әрдайым жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінде болады. Және де бұл іш қатудың алдын алады, ішті жүргізеді және де бауырдың қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, ағзадан зиянды заттарды шығарады. Қызылша адам организмінде қышқыл жоғары болуымен күреседі, қанды тазартып, қаназдықты емдейді және де артық салмақтан арылуға көмектеседі. Бай салаттың құрамында алмұрт та кездеседі. Яғни бұл алмұртты шөліңізді қандыру үшін және де температураны тұрақты ұстау үшін қолдансаңыз да болады. Бұл жеміс күйзелісті жеңеді, көңіл күйіңізді көтереді, жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Ал кептірілген алмұрттар семіруден сақтайды, қан диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Бұл салатты дайындау арқылы мен сіздермен аздаған өзім білетін ақпараттармен бөлісіп кеттім. Егер ақпаратым пайдалы болған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецептер салып, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай бәрін турап болдық. Енді творогымызды саламыз және де 20% қаймақтан қостым. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шықты, әрі дәмді. Енді ыдыстарымызға салып алатын боламыз. Ыдыстарымызға салып алғаннан кейін үстіне сәндік үшін мен кептірілген жүзімді қолдандым. Жаңғақ сепсеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет.